Қайырлы күн, қыздар. Қалайсыздар? Менің түрім мынау. Көзімнен жас тоқтамайды. Көзім күнге ашылмайды, сондықтан очки тастамаймын ешқашанда. Айтайын деген, бүгін таңертең басымда бір кішкентай келеңсіз оқиға болды. Өзім енді ол былай қараса көп адамға проблема болмауы мүмкін, бірақ ішімнен мен бала тәрбиесіне келгендегі тәжірибеммен бөлісейін дедім. Практика болды да маған екінші бұндай қателікті жібермеуге. Айтайын деген, осыдан бір аптадай бұрын тәрбиеші апайлар чатқа тақпақ салды. 8 марттың тақпағы. Бірақ мен соны көрдім де, мән бермедім. Өзім іште жүргесін, соған мән бермей тұрмын ғой. Оны үйге келгеннен әңгіме де қылмадық, балам да айтпады. Енді явно ол тәрбиеші апайлар айтты ғой, енді мамаларыңа тақпақ берді, жаттап кел деген сияқты. Енді жақындаған сайын іште дайындық болып жатыр. Кеше ән айтып, тақпақтарын айтып жатты. Мен сонда есіме түспей тұр. Содан таңертеңгісін курткасын киіп жатыр. Мама, біз тақпақ жаттаған жоқпыз деді. Кешке жаттап аламыз ғой. Жаттаймыз ғой, әлі уақыт бар ғой дедім. Жоқ, мама деді. Жүр қалып қоямыз деп, сонымен шығып кеттік. Артынша мен де шықтым. Көліктен түскенше бір ауыз ләм-мем әңгіме айтпады. Әйтпесе ол әңгімені соғып келетін балабақшаға дейін. Содан машинадан түсіп жатқан кезде мен уже байқадым баланың несін. Ол ренжіп келе жатыр. Ренжіп келе жатқан жоқ, андай іштей басқа балалар жаттап, ол жаттамағанына бет-аузынан көрініп тұр да, уже арланып келе жатыр. Сосын түсіп жатқан кезде айттым мен, кешке жаттап аламыз, балам уайымдама деп. Мама, қазір жаттап алайықшы дейді. Қазір үлгермейміз, ол енді кішкентай бала болғасын, ол миына қонып болмайды деген сияқты. Апайыңа айтам, қазір кешке жаттап келеміз деп айтам десем. Неге жаттатпадың маған? Басқа балдар бәрі жаттап алды, мен де ғана жаттаған жоқпын деп арланып келе жатыр. Сонда мен кішкентай бестегі баланың өзі үйтіп жасап келе жатқанда әрине іштей қуандым, бірақ іштей өзіме ренжідім де. Сәл нәрсе болса да, кішкентай нәрсе ғой енді, дегенмен де соған мен жауапкершілік танытпай, ата-ана ретінде баламды ренжіттім. Енді ол өзі оқи алса, өзі қолынан келсе жаттап алар еді. Мысалы, ол енді өз жағынан бізден кеткен қате болды. Сондықтан келесіде қате жібермеуге, сол жағынан қателеспеуге тырысам деп өзіме сөз бермеймін. Бүгін кешкісін тақпақ жаттауымыз керек. Әрине жаттағысы келмейді, бірақ ана жерде таңертеңгісін мен көргенде баламды аяп кеттімше, барлық бала жаттап алған, мен ғана жаттаған жоқпын, неге маған жаттатпадың деген кезде мен шошып кеттім. Кәдімгідей. Бір жағынан енді қуанып қалдым, балам сондай жауапкершілігі бар бала болып өсіп келе жатқанына. Қыздар, құлақтарыңызға алтын сырға. Кейбір бала білдіртпеуі мүмкін, солай ренжіген. Кейбір балдар солай айтып тастады. Ол да жақсы, бір жағынан біліп жүреміз.